Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі пәні 68-ші сабақты бастаймыз. Бүгінгі тақырып амоним дегеніміз не? Бүгінгі сабақта сіздер амоним сөздерді ажыратасыздар, амоним сөздерді сөйлеуде қолданасыздар, мәтін мазмұны бойынша сұрақтарды құрастырасыздар. Ең алдымен тақырыпты бастамас бұрын экрандағы суреттерге назар аударайық. Бұл жерде қандай сурет көріп тұрмыз? Әрине, бірінші сурет шаш, екінші суретте қыз бала балапандарға жем шашты. Яғни бұл жерді екі суретті байланыстыратын сөз шаш деген сөз. Яғни бірінші суретте зат есім болса, екінші суретте адамның іс-әрекетін, қимылын білдіреді. Яғни бірінші суретте зат есім, екінші суретте етістікті білдіріп тұр. Яғни бұл жерде шаш деген сөз екі мағынада қолданылып тұр. Екінші суретте бұл жерде бірінші сурет ара, яғни жәндік. Екінші суретте де ара бар, бірақ ол ағаш кесетін құрал. Яғни екі сөз мағыналы бірдей ме? Әрине бірдей емес. Өйткені айтылуы бір сөз ара, яғни, бірақ мағыналары әртүрлі сөздер. Келесі үшінші суретте бұл жерде жүз саны, пышақтың жүзі, адамның іс-әрекеті жүзу және адамның бет-әлпеті, басқаша айтқанда жүз деген сөз. Бұл жерде төрт суретте жаңағы жүз деген сөз төрт мағына береді. Яғни жүз деген сан, пышақтың жүзі және іс-әрекеті адамның және адамның келбеті жүз. Яғни жүз деген сөз бір сөз болғанымен олардың мағыналары әртүрлі. Енді осы суреттерден қандай қорытынды шығарамыз? Амоним дегеніміз не? Соның ережесін құрастырып көрейік. Дыбысталуы бірдей, білдіретін мағыналары әр басқа сөздер амоним сөздер деп аталады. Мысалы, алма сөзін алсақ, алма жеміс, ағашта өсетін жеміс. Екінші алма ол қимыл атауы, яғни адамның іс-әрекетін білдіреді. Мысалы, арман кітапты алма. Яғни біреуі зат есім болса, екінші сөзде бұл етістікті білдіріліп тұр. Келесі оқулықпен жұмыс жасайық. Оқулықтың 10-шы бетіндегі 14-ші жаттығуға назар аудар. Бұл жерде мәтін берілген. Мәтінді түсініп оқы. Балалар шу ете қалды. Таза жеңіс, жарайсың Ертай. Бәрі Ертайды қаумалап, құттықтап жатыр. Алпамыспен ешкім жұмысы жоқ. Күресті қызықтап қыздарды тұр екен. Ұятай деп ойлады Алпамыс. Қыздардың көзінше жеңіліп қалғанымды қарашы. Сол оқиғадан бері Алпамыс күн сайын жаттығатын болды. Ертаймен қайта күресуге мықтап дайындалып жүр. Қазірдің өзінде Алпамыстың бұлшық еттері білеуленіп, денесі ширығып қалды. Алпамыс намысқой бала, болашақта ел мақтайтын жігіт болатын түрі бар. Бұл жерде қалай ойлайсыздар, мәтін не туралы? Әрине, Ертай мен Алпамыс деген балалар туралы, олардың жаңа күрескені туралы, Алпамыстың жеңіліп қалғаны туралы. Енді қалай ойлайсыңдар, бұл мәтінге қандай ат қоюға болады? Бірнеше нұсқаны ойластырып көріңдер. Әрине, намысқой Алпамыс деп қоюға да болады. Өйткені жаңағы Алпамыс қыздардан ұялып, одан кейін Ертаймен қайта күресуге дайындалды. Келесі Алпамыстың жеңілісі деп атауға болады. Немесе Ертаймен Алпамыстың жекпе-жегі. Бұл жерде біз мәтін мазмұны бойынша тақырыпты құрастырдық. Келесі 11-ші беттегі 15-ші жаттығуға назар аударыңдар. Бұл жерде түс сөзінің ар мағынасына сөйлем құрап жаз.
Бұл жерде түс деген екі мағынаны білдіреді, яғни әртүрлі бояу, мысалы заттардың ақ түсі, қара түсі, көк түсі деп білдіреді. Екінші, іс-қимыл атауы, мысалы сен жерге түс, аттан түс, мысалы осы екі мағынадағы сөздерге сөйлем құрастырып жазу керек. Келесі 11-ші беттегі 16-шы жаттығуға назар аударайық. Бұл жерде сөздердің мағынасын түсіндір, олардың әрқайсысына екі түрлі мағынаны білдіретіндей етіп сөйлемдерді құрастыру керек. Бірінші сөз бас. Бұл жерде ол адамның дене мүшесі және іс-әрекетті білдіреді. Енді осы екі мағынаға екі сөйлем құрастырып жазу керек. Одан кейін өкпе адамның ішкі ағзасы және адамның көңіл күйін білдіреді, яғни мысалы адамның біреуге ренішін білдіреді. Келесі ат. Бұл жерде ат жануар және адамның іс-әрекетін білдіреді, мысалы мылтықтан ат деген сияқты. Келесі жүз. Жүз бағана біз осы сөздерді талдадық. Бұл жерде адамның дене мүшесі, іс-әрекеті, пышақтың жүзі, сан деген мағына білдіреді. Енді осы мағыналарға сөйлем құрастырып жазу керек. Келесі 12-ші беттегі 17-ші жаттығуды орындайық. Бұл жерде көркем жазып, қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір дейді. Бұл жерде дүкеннен біз, іздедік біз. Бұл жерде біз деген сөз, дүкеннен біз, яғни бәріміз деген сөзді білдіреді. Іздедік біз. Біз дегеніміз бұл суретте берілген етік тігетін үлкен инені айтамыз. Яғни бұл жерде біз деген сөз тағы да екі мағынаны білдіріп тұр. 12-ші беттегі 18-ші жаттығуда шығармашылық үзіліс деген тапсырма берілген. Бұл жерлерде қарамен жазылған сөздердің омонимін табу керек. Мұз айдынында 7 бала асыр сап жүр сырғанап. Сырғанама 2 бала жағалауда тұр қарап. Енді осы бар баланың санын айтсаң жарадың. Яғни 7 бала ойнап жүрсе, 2 бала қарап тұрса, барлығы 9 бала болады. Енді осының ішіндегі қарамен жазылған сөз қара деген сөз. Бұл қара деген сөздің омонимін қалай табамыз? Яғни қандай мағына беретінін табу керек. Қара ол жаңағы заттың түсі болса, екіншісі адамның іс-әрекеті. Марат сабағыңды қара, мысалы. Сіздер дәптерге басқаша сөйлем құрастырып жазу керексіздер.